Воронок оларды қарашаның лайсаңында бұзылған жолмен алып келе жатты, әрбір шұңқыр арқаға сарт етіп тиетін. Серега ернеуге шынтағын қойып, тізесіне сүйеніп отырды. Ол сырттағы лайға қадалған шыбықтардай жалаңаш, сулы, жылт-жылт еткен қайыңдарға қарап келеді. Жаңбыр 1 сағат бұрын басылған, бірақ аспан әлі де су болған, асфальт түстес төмен түсіп тұрды. «Әлі алыс па?» деп сұрады қарсы алдында отырған Леха. Жүргізуші, әскери комиссарияттан шыққан Муха лақап аты бар аға лейтенант иығынан асып артына бұрылды. «Студенкиге дейін 20 шақырым, ары қарай жаяу». Серега ешкім сұрамаса да басын изеді. Ол мұнда шенімен емес, тәжірибесімен бастық еді. Жасы 38-де, соның жартысын түрмеде өткізген. 3 ай бұрын босап шығып, алғаш түсінгені сырттағы өмірде сол түрме, тек күзет мұнаралары жоқ. Сол баяғы бет әлпеттер, сол сұрғылт өмір, сол мұң. Ол жерде бірдеңе барына сенімдісің бе? Леха қалтасынан Беломордың мыжылған қорабын шығарып темекі тұтатты. Паша шал өтірік айтқан шығар. Өтірік айтқан жоқ деді, алдыңғы орындықта отырған, алақаны үнемі терлеп жүретін 22 жастағы ең жасы Толик. Шал өлім аузында жатты ғой. Не үшін өтірік айтады? Серега үндемеді. Ескі мектептің авторитеті Паша шал ауруханада бауыр циррозынан қайтыс болды, бірақ өлер алдында Серегаға студенки туралы айтып үлгерді. Ол жерде шеттегі үйде баба Груня деген кемпір жалғыз тұрадымыз. Ал үйдің ішінде қазына бар. Патша заманның алтыны, тиындар, бәлкім беті қымбат металмен қапталған иконалар. Паша мұны соғысқа дейін бала кезінде өз көзімен көрген. Оның әкесі ол кезде осы кемпірмен араласып, азық-түлік тасып тұрыпты. Төле жақта подполда ауыр жәшіктер тұратынын айтқан екен. «Өзің неге алмадың?» деп сұраған сонда Серега. «Қорықтым» деп жауап берді шал, қан түкіріп жатып. Ол жерде бір гәп бар. Әкем. Паша ол жерге барма, ол жаман орын дейтін. Бірақ Серега жаман орынға сенбеді, ол тек алтынға сенетін. Воронок ауылдың шетіне тоқтады. Студенки адамдар бұл жерден қашып кету үшін арнайы салынғандай көрінетін. 5-6 қисайған үй, терезелері шегеленген, бақшаларын арамшөп басқан. Түтінде жарық та жоқ. Өлі ауыл. Әне, сонда Муха саусағымен орман жақтағы төбені нұсқады. Шатырындағы кресті көресіңдер. Сол үй. Қандай крест? Леха елең ете қалды. Ағаштан жасалған. Кемпір оны сән үшін деседі, бірақ жұрт одан қашады. Мыстан дейді ғой. Толик мысқылдап күлді. 74-ші жылы мыстан бар дейді-ау. Серега кузовтан түсіп, суға басты. Су мұзда екен. Ол мақталы күртесінің, телогрейка, жағасын көтеріп, орманға қарады. Ағаштар арасынан саңылау көрінбейтін тығыз қабырғадай болып тұр. Жел жоқ болса да, жапырақтардың сыбдыры жат біреудің сыбырындай естіледі. Жақсы, деді ол. Муха, сен осында күт. Егер 3 сағатта оралмасақ, бізсіз кете бер. Өзімде білем, Муха темекі тұтатты. Тек кешікпеңдер. Ертең қызметке шығуым керек. Серега Леха мен Толикке басын изеп, кеттік дегенді білдірді. Олар баяғыда жол болудан қалған соқпақпен жүріп келеді. Жолды шөп басқан, шетінде ескі қоршаудың ба, әлде бұзылған шіркеудің бе, кірпіш сынықтары жатыр. Толик бірнеше рет сүрініп кетіп, ақырын балағаттап қояды. Леха басын төмен салып, қадамдарын санап келе жатқандай үнсіз жүріп отырды. Серега алда келе жатып, Паша шалдың өтірік айтуы мүмкін емес деп ойлады. Ол тым кәрі еді, өлімге тым жақын болатын. Адамдар өлер алдында өтірік айтпайды, оларға бәрі бір. Демек, алтын бар, ал егер ол бар болса, Серега оны міндетті түрде алады, өйткені оның жоғалтатын ештеңесі жоқ. Орман кенеттен пышақпен кескендей аяқталды. Оның артында сирек тікенек бұталары бар тегіс, сұрғылт дала ашылды. Ал даланың қақ ортасында үй тұреді. Ол ескі, бірақ мықты ағаш үй болатын. 2 қабатты, еңіс шатырлы, ойланған бағаналары бар кіреберісі бар. Фасадындағы 4 терезе қақпақтармен ставни жабылған. Шатырдың жоғарғы жағында шынымен де қисайған, балдаққа ұқсайтын қолдан жасалған крест тұрды. Ойбай, мынаны қара.
деді Толик таңғалып. Мен қирап жатқан бірдеңе болар деп ойлап едім. Леха үндемеді. Серега да. Бұл үйдің бір жері дұрыс емес сияқты сезілді. Сыртынан емес, ішінен. Үй оларға терезелермен емес, басқа бір нәрсесімен қарап тұрғандай. Жүріңдер, деді Серега. Олар баспалдаққа жақындады. Айналаның бәрі су болса да, баспалдақ тақтайлары құрғақ екен, басқанда сықырлағанда жоқ. Серега есікті итеріп қалды. Ол еш дыбыссыз бірден ашылды. Іште балауыз бен шаңның иісі сезіледі. Қарайған ағашпен қапталған тар дәліз, сол жақта ескі үлгідегі жалғыз сұр пальто ілулі тұр. Оң жақтағы есік сәл ашық тұр екен. Әй деп ақырын дауыстады Серега. Кім бар? Жауап болмады. Олар бірінші бөлмеге өтті. Ол бос екен. Үстел 2 орындық және бұрышта икана тұр. Уақыттан қарайып кеткен нәрестелі Құдай ана бейнесі. Үстелдің үстінде жағылмаған керосин лампасы тұрды. Терезе ішінен жабылған, бірақ жарық бәрібір ішке өтіп тұр. Сұрғылт, қою, бейне бір дәкеден өткізіп алғандай. Кемпір қайда? Деп сыбырлады Толик. Білмеймін, Серега құлақ түрді. Тыныштық әбден орнаған. Не сықыр, не сыбдыр, не тыныс естілмей. Тіпті қабырғадағы ескі тербелмелі сағаттың ходики дыбысы да шықпайды. Леха оған жақындап әйнегін қақты. Тоқтап тұр. Бәлкім, бұзылған шығар. Толик ернін жалады. Тыңдашы, Серега, мүмкін кетерміз. Маған бұл жер ұнамай тұр. Жап аузыңды. Серега әрі қарай өтіп келесі есікті итеріп қалды. Оның артында төбесі биік үлкен қонақ бөлмесі бар екен. Ортада түсі оңған барқытпен қапталған диван тұр. Диванда бір кемпір отыр екен. Ол кішкентай, әжім басқан, иегінің астынан түйілген қара орамал таққан. Қолдарын тізесіне қойған. Саусақтары айқасқан, көздері қараңғы, терең, тікелей Серегаға қарап тұр, кірпік қақпайды. Ассалаумағалейкум, деді ол. Кемпір үндемеді. Біз әлгі жол іздеп жүрміз. Адасып кеттік. Кемпір басын баяу изеп, сосын. Кіріңдер, деді. Дауысы бәсең, бірақ анық шықты. Ешқандай дірілсіз, қартайғандағы қырылсыз. Біз кіріп қойдық қой. Леха жымиюға тырысты, бірақ жүзі қисайып кетті. Онда отырыңдар, кемпір қозғалғанда жоқ, және есікті жабыңдар. Серега артына бұрылды. Есік ашық тұрған. Оны ол жапқан жоқ еді. Толик дәлізде тұр, ішке кіруге бата алмайды. Толик, бері кел, деп бұйырды Серега. Толик ішке адымдады, есік өздігінен жұмсақ жабылып, дыбыссыз құлып сырт ете қалды. Сереганың аузы кеуіп кеткенін сезді. Не қалайсыңдар? Деп сұрады кемпір. Айттым ғой, жол іздеп жүрміз. Өтірік айтасыңдар. Серега жұдырығын түйді. Леха алға қарай бір адым жасап, қалтасынан ағаш сапты жиналмалы пышағын шығарды. Тыңда, әже, деп бастады ол. Біз сенің мұнда не тығып отырғаныңды білеміз. Жақсылықпен берсең, ешкім зардап шекпейді. Кемпір пышаққа, сосын Лехаға, содан кейін қайтадан Серегаға қарады. Сендер зардап шегіп қойдыңдар, деді ол. Тек әлі түсінген жоқсыңдар. Серега бастаманы өз қолына алып, кемпірге жақындады. Пышағы бар Леха тым күйгілік еді, ақымақтық жасап қоюы мүмкін, ал мұнда сақтық керек болатын. Үйде ол жалғыз ба, жоқ па, әлі белгісіз. Әже, деді ол жұмсақ сөйлеп, диванның алдына жүрелеп отырып. Бізге мәселе керек емес. Тек не жерде жатса, соның орнын айт, біз кетеміз. Кемпір оған кірпік қақпай қарап тұрды. Көз қарашықтары қараңғы, ешқандай шағылыссыз, бейне бір түбі жоқтай. Ештеңе жатқан жоқ, деп жауап берді ол. Бәрі тұр. Не тұр? Серега ашулана бастағанын сезді. Алтын, иканалар, уақыт. Кемпір басын сәл қисайтып қойды. Уақыт тұр. Сендер оны өздеріңмен бірге алып келдіңдер. Енді ол осында. Сереганың артында Толик жүйкесі сыр беріп күліп жіберді. Әбден алжыған екен. Жап аузыңды, деді Серега артына бұрылмай. Ол орнынан тұрып, айналасына көз тастады. Бөлме үлкен, бірақ бос екен.
Диваннан басқа жиһаз жоқ, не шкаф, не комод, не сандық көрінбейді. Тек жалаңаш қабырғалар, уақыттан қарайған еден тақтайлары және терезе. Жалғыз тар терезе, оның сыртында сол баяғы қозғалмайтын сұрғылт жарық. Төле, подвал қайда? Деп сұрады ол. Төменде кемпір оң жақтағы есікті нұсқады. Бірақ сендерге ол жаққа баруға болмайды. Неге? Өйткені ол жақтан оралмайсыңдар. Леха пысқырып жіберіп есікке қарай беттеді. Серега оны тоқтатқысы келді, бірақ райынан қайтты. Тексеріп көрсін. Егер ол жерде шынымен төле болса, іздей бастайды. Егер тұзақ болса, бірінші Леха түседі. Леха есікті жұлқып қалды, ол ашылмады. Қаттырақ жұлқыды, бірақ пайдасыз. Не тұтқасы, не құлпы жоқ. Тек тегіспеткей, бейне бір есік қабырғаға салына салған сурет сияқты. Мынауың не? Леха кемпірге бұрылды. Сен не сиқырлап қойдың ба? Ештеңе де. Кемпір қолдарын басқаша айқастырды. Есік кімді кіргізу керектігін өзі шешеді. Сандырақ. Леха есікті теуіп қалды. Сарт еткен дыбыс шықты, арты бос емес, тұтас бір кесек дүние, монолит сияқты. Серега терезеге жақындап қақпақтарды, ставни ашуға тырысты. Олар берілмеді. Қаттырақ итерді. Ештеңе болмады. Рамадан ұстап, жоғары көтерді. Терезе бейне бір пісіріп тасталғандай, Заварин қозғалмады. Толик, бері кел деп шақырды. Екеуі жабылып терезені ашпақ болды, нәтиже жоқ. Серега бойын түзеп, маңдайындағы терін сүртті. Бөлме ыстық емес еді, бірақ бәрібір тер шығып кетті. Суық, жабысқақ тер. Жақсы, деді ол кемпірге бұрылып. Ойыңды доғар. Далаға шығатын есікті аш. Қазір. Кемпір үндемеді. Мен саған аш дедім. Мен жапқан жоқпын деп жауап берді ол сабырмен. Сендер өздерің жаптыңдар. Енді шыдаңдар. Леха оған қарай адымдап, пышағын кезенді. Серега алға ұмтылып, оның қолынан ұстап алды. Тоқта. Әрі кетші бәрің. Леха жұлқынып шықты, бірақ ұрған жоқ. Ауыр тыныс алып, қолын түсірді. Серега, маған бұл жер ұнамай тұр. Есікті қиратып тайып тұрайық. Серега басын изеді. Дұрыс. Алтынды кейін адамдармен, құрал сайманмен келіп іздеуге болады. Ал қазір бұл жерден тезірек кету керек. Үшеуі дәлізге қайтып оралды. Кіретін есік орнында тұр. Темір тұтқасы бар, ауыр ағаш есік. Серега итеріп көрді, жабық. Аш, кемпір. Деп айқайлады Леха қонақ бөлме жаққа қарай. Тыныштық. Серега иығымен есікке сүйенді. Ол қозғалғанда жоқ. Леха қосылды, сосын Толик. Үшеулеп есікті ұрды, тепті. Күшенгендерінен пайда болмады. Ағаш тіпті шытынағанда жоқ. Леха ауа жетпей шегініп тұрды. Бұл не деген пәле? Балта. Толик жан жағына қарады. Мүмкін бір жерде балта бар шығар. Серега айналасына көз тастады. Дәліз бос еді. Киім ілгіш, пальто болды. Ешқандай құрал жоқ. Іздеңдер деп бұйырды ол. Олар үйдің ішіне тарап кетті. Серега қонақ бөлмеге қарсы беттегі есікті ашты. Онда пеші, үстелі мен сәкісі, лавка, бар кішкентай ас үй екен. Үстел үстінде су құйылған тостаған тұр, қасында қасық жатыр. Басқа ештеңе жоқ. Пышақта, балтада, тіпті пештің қасындағы көсеуде кочерга жоқ. Ол дәлізге оралды. Леха екінші қабаттан тар баспалдақпен түсіп келе жатыр екен. Онда екі бөлме бар, бос, мүлдем бос. Не төсек, не үстел жоқ, ештеңе жоқ. Толик, сен не таптың? Толик бұрыштан шығып, басын шайқады. Қойма, чулан, іші бос, тек ескі шүберектер ғана бар. Серега тістеніп қалды. Не болып жатыр? Үй кәдімгі үй сияқты, бірақ бейне бір іші тазартылғандай. Кімде кім артық нәрсенің бәрін әдейі алып тастап, тек декорация қалдырғандай. Серега. Толик жақындап келіп, дауысын бәсеңдетті. Ал терезелер ше? Байқадың ба, терезелердің бәрі бірдей.
Артындағы жарықта бірдей, қақпақтары да бірдей. Бейне бір бұл терезе емес, суреттер сияқты. Серега қабағын түйді. Толик ақымақтау болғанымен кейде оғаш нәрселерді байқап қалатын. Ол ас үйге қайтып келіп терезеге жақындап мұқият қарады. Жарық шынымен де оғаш, біркелкі, ешқандай көлеңкесіз екен. Әйнектің арғы жағында дала, сол баяғы тікенек бұталар, сол сұрғылт көжек көрінеді, бірақ ештеңе қозғалмайды. Не бұтақ, не шөп басы қимылдамайды, бейне бір кадр қатып қалғандай. Серега әйнекті қақты. Дыбыс саңырау, түсініксіз шықты. Ол қалтасынан оттығын, зажигалка шығарып шертті, жалына бете қалды. Оны әйнекке жақындатып, шағылысқан бейнесіне қарап тұрып қатып қалды. Шағылысқан бейнеде от жоқ еді. Ол өз жүзін көрді. Жүдеген, қырынбаған, ауыз айналасында терең әжімдері бар. Оттықты ұстап тұрған қолын көрді, бірақ жалын жоқ еді. Бейне бір от басқа әлемде жанып жатқандай. Серега деп шақырды Леха дәлізден. Бері кел. Серега оттығын жауып, сыртқа шықты. Леха кіретін есіктің қасында тұрып, тұтқаны нұсқап тұр екен. Қара. Серега жақындады. Тұтқа орнында. Темірден суық. Бірақ енді мұқият қарағанда бәрі түсінікті болды. Ол жай ғана темір емес, бейне бір есік аязда тұрғандай жұқа қырау қабатымен қапталған. Мұз қайдан шықты? Деп күңкілдеді Толик. Мұнда суық емес қой. Серега қолын созып, саусағымен қырауды түртті. Ол ерімеді. Алақанымен есікті сипап өтті. Есік жылы, ал тұтқасы мұзда екен. Бұл мүмкін емес деді Леха. Мүмкін. Деп кемпірдің дауысы естілді. Олар артына бұрылды. Кемпір қонақ бөлменің есігінде жақтауға сүйеніп тұр екен. Серега оның қалай жақындап келгенін естіме. Жалпы не қадамның дыбысы, не көйлектің сыбдыры естілген жоқ. Бізбен не істеп жатырсың? Деп сұрады ол дауысын бір қалыпты ұстауға тырысып. Ештеңеде кемпір басын шайқады. Мұны үй істеп жатыр. Не істеп жатыр? Жібермей ұстап тұр. Сендер кірдіңдер, ол жабылды. Енді сендер ішіндесіңдер. Ненің ішінде? Кемпір жымиды. Күлкісі тіссіз болғанымен зұлым көрінбеді, шаршаған сияқты. Өздеріңмен бірге алып келген нәрсенің ішінде. Серега оған қарай адымдады. Кемпір шегінген жоқ. Ол кемпірді иығынан ұстап алды. Орамал астындағы сүйектері құстың сүйегіндей жұқа, нәзік екен. Есікті аш деп сыбырлады ол тістеніп, әйтпесе буындырып өлтіремін. Қолыңнан келмейді. Кемпір өзінің иығындағы Сереганың қолына қарады. Сен енді ешкімге зақым келтіре алмайсың. Сен мұнда ешкім емесің. Серега саусақтарын қаттырақ қысты. Кемпір тіпті селт етпеді, бейне бір оның қолының еш салмағы жоқтай. Ол қаттырақ басты. Сүйек сықырлауы керек еді. Ештеңе болмады. Кемпір қалай тұрса, солай тұра берді. Көрдің бе деді ол. Сен қазірдің өзінде еріп, жоғалып бара жатырсың. Серега оны жібере салып, кейін шегінді де өз қолдарына қарады. Олар әдеттегідей көрінді. Кір қожалақ буындарында кесілген іздер бар, білегінде татуировка. Бірақ бірдеңе дұрыс емес еді. Нақты не екенін түсінбесе де, қолдарында бір нәрсенің өзгергенін сезді. Леха деп шақырды ол, бері кел. Леха жақындап келіп, қасына тұрды. Серега оған қарады. Леханың жүзі баяғыдай. Үшкір иегі, қасының үстіндегі тыртығы, темекіден сарғайған еріндері, бірақ жанары. Жанары бос еді, бейне бір Леха оның ар жағына қарап тұрғандай. Сен мені көріп тұрсың ба? Деп сұрады Серега. Көріп тұрмын деп жауап берді Леха. Бірақ жауабы баяу кешігіп шықты, сөздері тым алыстан келе жатқандай естілді. Сағат қанша болды? Деп сұрады Толик. Серега оған бұрылды. Толик қабырғадағы тербелмелі сағатқа қарап тұр екен. Не сұрап тұрмын өзі? Сағат қанша? Сағат жүріп тұрма. Серега жақындап қарады. Тілдері шынымен қозғалып жатыр екен. Баяу, әрең байқалады, бірақ қозғалуда. Үлкен тілі 3-ті, кіші тілі 11 мен 12-нің арасын көрсетіп тұр.
Бірге 15 минут қалған. Сонымен не болыпты? Леха иығын қиқан еткізді. Жүріп тұр ғой. Олар тоқтап тұрған еді ғой. Деді Толик табандап. Нақты есімде, олар тұрған болатын. Тұрған жоқ. Леха бетін алақанымен ысқылады. Сен шатастырып тұрсың. Біз жаңа ғана кірдік қой. Қалайша жаңа ғана кірдік, біздің мұнда жүргенімізге жарты сағат болды. Жарты сағат болған жоқ. Леха ашулана бастады. Ең көбі 10 минут. Серега қалтасынан өзінің сағатын шығарды. Былғары бауы бар арзан қол сағат. Қарады. Тілдері дәл қабырғадағыдай 12-ге 15 минут қалғанын көрсетіпті. Ол үйге қашан кіргендерін еске түсіруге тырысты. Таң ба еді, әлде күндіз бе? Жол, Воронок, темекі шеккен Муха есінде. Орман ішімен жүргендері есінде, бірақ ол қанша уақытқа созылды? 1 сағат па, 2 сағат па? Есіне түсіре алмады. Серега сағатын жұдырығына қысып, оның тықылына құлақ түрді. Бір қалыпты, механикалық, тыныштандыратын дыбыс. Оны құлағына жақындатты. Дыбысы анық, тірі. Сағат істеп тұр, демек, бәрі дұрыс. Тек қашан кіргенін ұмытып қалған болар. Кімнің басында болмайды? Ол кемпірге қарады. Ол баяғы орында қолдарын алдына айқастырып тұр. Жүзі маска сияқты қозғалыссыз. Жақсы, деді Серега сағатын қайта тығып жатып. Циркті қойыңдар. Толик, Леха, үйді тағы бір рет тінтіп шығыңдар. Бәрін, әр бұрышты қараңдар. Егер мұнда төле, люк, құпия есік болса табыңдар. Мен кемпірді бағамын. Леха қаламай ғана басын изеп, баспалдаққа қарай кетті. Толик Серегаға қарап кідіріп қалды. Ал егер ештеңе таппасақ ше? Табасыңдар, деді Серега келте қайырып. Кеттік. Толик бұрышқа қарай ғайып болды. Серега кемпірмен оңаша қалды. Ол қабырға жанындағы аласа сәкіге отырып темекісін шығарып тұтатты. Түтін жан-жаққа таралмай, тіп-тік болып жоғары көтерілді. Не жел, не ауа қозғалысы сезілмей. Неге мұнда тұрасың? Деп сұрады ол түтінді үрлеп жатып. Кемпір үндемеді. Осында ең шетте жалғыз өзің. Жасың нешеде? 80-нен асты. Санаған жоқпын, деп жауап берді ол ақырын. Туыстарың бар ма? Болған. Қазір қайда? Кетіп қалды. Қайда? Кемпір көзін төбеге көтеріп, сосын қайта түсірді. Бәрі кететін жаққа. Серега темекісін сорып көзін сығырайтты. Сен оғаш кемпірсің. Басқалар сияқты емессің. Кәдімгі кемпірлер қорқады, жылайды, жалынады, ал сен бейне бір біз саған келмегендей отырсың. Сендер маған келген жоқсыңдар. Кемпір басын сәл қисайтты. Сендер үйге келдіңдер. Үйге. Серега мысқылдап күлді. Сонда бұл үй не істей алады? Бізді бөренелермен басып қалама. Тартып алады. Нені тартып алады? Өздеріңді мен деп есептейтін нәрсені. Серега жауап бермек болып аузын аша бергенде, жоғарыдан қорқып кеткен Толиктің айқайы естілді. Серега орнынан атып тұрып, баспалдаққа қарай жүгірді. Тақтайлар аяқ астында сықырлайды. Ауыр, қинала сықырлайды, бейне бір ағаш үстіндегі салмаққа қарсыласып жатқандай. Ол екінші қабатқа ұшып шығып, артына бұрылды. Дәліз ұзын екен. Тым ұзын. Сереганың есінде мұнда 2 есік бар еді, арасы 5 метрдей болатын. Қазір дәліз 20 метрге, бәлкім одан да көпке созылып кеткен. Есіктер сол баяғы 2 жақтағы есіктер, бірақ олардың арақашықтығы ұлғайып кетіпті. Толик, деп айқайлады Серега. Жаңғырық шықпады. Дыбыс құдыққа құлаған тастай жоқ болды. Ол бірінші есікке қарай жүріп барып ашты. Бөлме баяғыдай бос. Жалаңаш қабырғалар, сұрғылт жарық түскен терезе. Екіншісіне барды. Тағы да сол көрініс. Ешкім жоқ. Толик, қайдасың? Осындамын, деген дауыс артынан шықты. Серега артына бұрылды. Толик жаңа ғана өзі шыққан бөлменің есігінде тұр екен. Жүзі қуарып кеткен, көздері шарасынан шығып кетіпті. Қалайша?
деп бастаған Серега кілт тоқтады. Сен ол жерде болған жоқсың ғой. Мен жаңа ғана тексердім. Мен болдым, Толик ернін жалады. Мен осында бағанадан бері тұрмын. Серега, мен шыға алмай жатырмын. Шыға алмай жатқаның қалай? Есіктен шығамын, бірақ қайтадан осы жерден, осы бөлмеден бірақ шығамын. 5 рет шықтым, бәрібір осындамын. Серега оған жақындап барып жеңінен ұстап алды. Көрсетші. Олар бөлмеге кірді, іші бос. Терезе, еден, қабырғалар. Серега өздері кірген есікке барып оны ашты. Есіктің арғы жағында баяғы дәліз тұрды. Көрдің бе, деді ол. Бәрі дұрыс, жүр. Ол дәлізге адымдады, Толик соңынан ерді. Серега бірнеше қадам жасап, артына бұрылды. Толик жоқ екен. Ол қайта оралып, есікті ашты. Толик екі қолымен самайын қысып, бөлменің ортасында тұр. Мен шықтым ғой, деп айқайлады ол. Мен сенің соңыңнан ердім. Ал сен шыққан жоқсың. Серега іштей мұздап бара жатқанын сезді. Сен осында қалдың ба? Жоқ, мен соңыңнан ердім. Сенің арқаңды көріп тұрдым. Серега көзін жұмып қайта ашты. Толик әлі де бөлмеде тұр. Тірі, нағыз өзі, бірақ оның бойында бірдеңе дұрыс емес еді. Оның сұлбасында үстіне түскен жарықта бір өзгеріс бар, бейне бір ол сәл мөлдір тартқандай. Серега, деп сыбырлады Толик, мені мұнда қалдырмашы. Қалдырмаймын. Серега оған жақындап қолын созды. Ұста. Толик оның алақанынан ұстап алды. Саусақтары суық, жабысқақ екен. Серега оны есікке қарай тартты. Толик оны қатты ұстап, соңынан ерді. Олар дәлізге шықты. Серега артына бұрылды. Толик жоқ екен. Ол бөлмеге қайта ұмтылды. Толик баяғы орында өзінің бос қолына қарап тұр. Сен мені жіберіп қойдың ба? Деді ол ақырын. Мен сені ұстап тұр едім. Серега тынысы тарыла бастағанын сезді. Мен сені ұстап тұрдым, лағнет атсын. Демек, жетерліктей қатты ұстамағанмын. Серега өз алақанына қарады. Терісінде терде немесе басқа бір нәрседен қалған ылғал із қалыпты. Бері кел деген Леханың дауысы төменнен естілді. Серега Толикке соңғы рет қарады. Ол терезеге қарап қозғалмай тұр екен. Серега дәлізге шығып, баспалдақпен төмен түсті. Леха қонақ бөлмеде, диванның қасында тұр екен. Кемпір көрінбейді. Ол қайда? Деп сұрады Серега. Кетіп қалды. Леха иығын қиқан еткізді. Басқа бөлмеге ме? Тыңдашы, мен мұнда бірдеңе таптым. Ол диванның астындағы еденді көрсетті. Серега жақындап жүрелеп отырды. Диванның астынан саңылау көрінеді. Тар, түзу, бейне бір әдейі кесіп жасалғандай. Ол саусақтарын сонда сұғып тартып қалды. Тақтай берілді. Оның астынан қап-қара люк көрінді. Төле, подвал, деді Леха демін ішіне тартып. Мен айттым ғой, бар деп. Серега люктың ішіне үңілді. Төменде қою, тас қараңғы түнек. Ол жақтан оғаш иіс шығады. Сызықпен шіріктің емес, музейдегідей бір құрғақ, ескі нәрсенің иісі. Бірінші сен түс, деді ол Лехаға. Неге мен? Өйткені мен солай дедім. Леха бетін тыжырайтты, бірақ түсе бастады. Серега оның люктің шетіне асылып, ағаш баспалдақтармен төмен түсіп бара жатқанын бақылап тұрды. Сосын Леха қараңғылыққа сіңіп кетті. Еденге секіріп түскендей сарт еткен дыбыс естілді. Ал не бар екен сонда? Деп айқайлады Серега. Жауап болмады. Леха. Тыныштық. Серега үстелден керосин лампасын алып, қалтасынан оттығын тауып, білтесін жақты. Сары, бір қалыпты емес, жарқылап ете қалды. Ол лампаны алдына ұстап, люкке түсті. Төле кішкентай екен, ұзындығы 4 метрдей, ені 3 метр. Төбесі аласа, едені топырақ. Бұрышта темір құрсаулармен қапталған 3 ескі ағаш жәшік тұр. Басқа ештеңе жоқ. Леха да жоқ. Леха. Деп шақырды Серега лампаны жоғары көтеріп. Қарсы беттегі бұрышта бірдеңе қозғалғандай болды.
Серега солай қарай адымдап мұқият қарады. Қабырғада есіктің суреті салынған екен. Көмірмен немесе күйемен жай ғана салына салған. Сұлбасы, тұтқасы, топсалары. Бірақ бояуы жас, бейне бір-біреу жаңа ғана салып бітіргендей. Серега қолын созып қабырғаны түртті. Қатты, суық топырақ. Леха, қайдасың? Осындамын деген дауыс оның артынан шықты. Серега жалт бұрылды. Леха жәшіктердің қасында оған арқасын беріп тұр екен. Иығы түскен, басы салбырап кеткен. Неге үндемейсің? Серега жақындай түсті. Бір жерге құлап кетті ме деп ойласам. Леха жауап бермеді. Әй, сен мені естіп тұрсың ба? Леха баяу бұрылды. Жүзі боп-бос еді. Сезімсіз емес, дәл солай бос. Көздері қарап тұр, бірақ көрмейді. Аузы сәл ашық, бірақ тыныс алмайды. Леха. Серега шегініп кетті. Мен Леха емеспін деді ол. Дауыс соныкі, бірақ сөздері жат. Мен ешкіммін. Не? Мұнда бәрі ешкімге айналады. Сен де жақында сондай боласың. Серега лампаны қаттырақ қысып, баспалдаққа қарай шегіне берді. Леха қозғалмады, бос кеңістікке қарап тұра берді. Серега жалт бұрылып, баспалдақпен жоғары ұмтылды. Қонақ бөлмеге атып шығып, люкті тарс жауып, диванды орнына қайта жылжытты. Алқынып, үстіне ауыр отыра кетті. Бөлме іші тып-тыныш. Терезеден түскен жарық қарайып кетіпті. Түн емес, бірақ іңір. Серега қабырғадағы сағатқа қарады. 12-ге 15 минут қалған. Өз сағатын шығарды. 12-ге 15 минут қалған. Жоқ деп сыбырлады ол, бұлай болуы мүмкін емес. Ол орнынан тұрып терезеге барды, қақпақтарды ашпақ болды, берілмеді. Жұдырығымен әйнекті ұрды, ол тіпті шытынамады. Қаттырақ тағы да ұрды. Ештеңе болмады. Сен шыға алмайсың деді кемпір. Серега артына бұрылды. Ол есік алдында тұр екен, сол баяғы кіп-кішкентай, әжім басқан кемпір. Менің адамдарым қайда? Деп сұрады ол қарлығып. Ішінде. Ненің ішінде? Үйдің. Олар үйдің бір бөлшегіне айналды. Енді сенің кезегің. Серега оған қарай адымдады, бірақ тоқтап қалды. Ол өз қолдарына қарады. Олар бозарып кетіпті. Сұлбалары бұлдырап, бейне бір-біреу оларды өшіргішпен өшіріп тастағандай. Не істедің? Деп сыбырлады ол. Ештеңе, кемпір басын шайқады. Үй сендер берген нәрсені алды. Біз ештеңе берген жоқпыз. Бердіңдер. Сендер кірдіңдер. Төлем осы еді. Серега аяғы дірілдеп диванға отыра кетті. Қолдары қалтырап тұрды. Ол өзін ойлануға мәжбүрлеп, жұдырығын түйді. Шығудың жолы болуы керек. Әрқашан жолы болады. Түрмеде де болған, бостандықта да бар. Тек табу керек. Тыңда, әже деп бастады ол дауысын бір қалыпты ұстауға тырысып. Келісейік. Сен бізді жібер. Біз кетеміз де, бұл жаққа келер жолды ұмытамыз. Ешкімге айтпаймыз, ешқашан оралмаймыз. Кемпір баяу терезеге жақындап, жарыққа арқасын беріп тұрды. Жүзі дерлік көрінбейді, тек сұр фондағы қара нүктедей сұлбасы ғана байқалады. Мен сендерді ұстап тұрған жоқпын деді ол. Есік құлыптаулы емес, бара беріңдер. Серега атып тұрып дәлізге ұмтылды. Кіретін есік орнында тұр екен. Ол қырау басқан мұздай тұтқадан ұстады. Жұлқыды, тартты, иығымен итерді. Пайдасыз. Ол жабық. Деп айқайлады ол. Жоқ. Кемпір оның артынан пайда болды. Ол ашық. Тек сен ол жақта емессің. Ол жақта емессің дегенің не? Сен енді сыртта емессің, сен ішіндесің, ал ішінде шығатын жол жоқ. Серега жалт бұрылып, оны иығынан ұстап алды. Қол астындағы сүйектер қатты, суық екен. Ол кемпірді сілкіп қалды. Дұрыстап сөйле. Ішінде деген не сөз? Үй. Кемпір қарсыласпады. Дауысы бәсең, бейне бір мейірленгендей шығады. Үй сен көріп тұрғаннан әлдеқайда үлкен. Ол ішке қарай өседі. Сыртқа емес, ішке қарай.
Неғұрлым тереңге кірген сайын, шығар жолдан соғұрлым алыстайсың. Сандырақ, иә. Достарың тым тереңге кетіп қалды. Енді олар қабырғаларда, тақтайларда, ауада. Олар үйге айналды. Жақында сен де сондай боласың. Серега оны жібере салды. Шегініп барып қолдарына қарады. Олар тіпті бозарып мөлдір тарта бастапты. Терінің астынан сүйектер көрінеді, бірақ рентгендегідей емес, басқаша. Бейне бір еті жұқарып, еріп бара жатқандай. Жоқ деп сыбырлады ол. Жоқ. Ол есіктерді бірінен соң бірін ашып, дәлізбен жүгірді. Ас үй бос, қонақ бөлме бос, қойма бос. Ол баспалдаққа оралып, екінші қабатқа ұшып шықты. Дәліз шексіз еді. Екі жағында бірінен соң бірі тізілген ондаған есік тұр. Ол оларды аша бастады. Бірінші бөлме бос, екіншісі де солай. Үшіншісі. Ол табалдырықта қатып қалды. Іште Толик тұр екен. Бөлменің ортасында есікке арқасын беріп тұр. Қозғалмайды. Толик деп шақырды Серега. Толик бұрылмады. Серега ішке кіріп, оның алдына өтті. Толиктің жүзі тірі адамдай. Көздері ашық, еріндері сәл айырылған. Бірақ ол мүлдем тыныс алмай тұр екен. Кеудесі көтерілмейді, қарашықтары қозғалмайды. Серега оны иығынан итеріп қалды. Ол манекен сияқты теңселді, бірақ құламады. Тол, қозғалшы. Ештеңе болмады. Серега сыртқа шығып, келесі есікті ашты. Онда Леха отыр екен. Арқасын қабырғаға сүйеп, еденде отыр. Басы салбыраған, қолдары тізесінде. Серега жақындап, оның бетін түртті. Терісі жылы, бірақ тірі емес. Балауы сияқты. Леха, сен мені естіп тұрсың ба? Леха баяу басын көтеріп, Серегаға қарады. Қарашықтары қап-қара, еш шылтыры жоқ. Мен сені танымаймын, деді ол. Бұл мен ғой, Серега. Біз бірге келдік қой. Есімде жоқ. Қалайша есіңде жоқ? Біз ғой. Ештеңе есімде жоқ. Леха қайтадан басын түсірді. Мен мұнда әрқашан болғанмын, әрқашан отырамын, әрқашан күтемін. Нені күтесің? Білмеймін. Серега бөлмеден атып шығып, есікті тарс жапты да, алқынып қабырғаға сүйенді. Өкпесі тыңдар емес. Ауа қою, тұтқыр, бейне бір оны шайнау керек сияқты. Ол қолдарына қарады. Саусақтары жартылай мөлдір болып кетіпті. Олардың ар жағынан қабырға көрініп тұр. Жоқ. Ол жұдырығын түйді, бірақ күші кетіп бара жатқанын сезді. Мен мұнда қалмаймын. Мен шығамын. Ол төмен түсіп кіретін есікке қайта оралды. Кемпір қолдарын айқастырып, қасында тұр екен. Аш, деді Серега. Өтінемін. Менің қолымнан келмейді. Неге? Өйткені үй ішінде бостығы барларды жібермейді. Қандай бостық? Сендердің іштеріңдегі. Сендер мұнда алу үшін келдіңдер. Беру үшін емес, алу үшін. Үй соны сезіп қойды да, өзі тартып алды. Серега жүрелеп отыра кетіп, бетін қолмен басты. Саусақтарының арасынан еденді, тақтайларды, олардың арасындағы саңлауларды көрді. Саңлаулардың ішінде бірдеңе қозғалып жатыр екен. Көлеңке ме, жоқ па, бір жіңішке, жыбырлаған нәрселер. Бұл не? Деп сыбырлады ол. Сендерден бұрын келгендер. Кемпір қасына жүрелеп отырып, сол саңлауларға қарады. Олар ондап келетін. Қарақшылар, солдаттар, қашқындар. Бәрі алғысы келді. Ешкім шыққан жоқ. Ал сен ше? Мен ештеңе алған жоқпын. Мен мұнда тұрамын. Мен үйдің бір бөлшегімін. Бірақ сен адамсың ғой. Болғанмын. Кемпір бойын түзеді. Баяғыда. Енді мен үй мен әлемнің арасындағы шекарамын. Мен ескертемін, бірақ ешкім тыңдамайды. Серега басын көтеріп, оның көзіне қарады. Онда зұлымдық жоқ, тек шаршау ғана бар. Шексіз, ежелгі шаршау. Мен қалай шығамын? Деп сұрады ол ақырын. Ешқалай. Кемпір басын шайқады. Сен қазірдің өзінде еріп кеттің.
Тағы біраз уақыт, сосын сен қабырғаның не еденнің, не ауаның бір бөлшегі боласың. Бір жолы болуы керек. Бір жол бар. Қандай? Кемпір диван астындағы люкті нұсқады. Төменге соңына дейін түс. Онда есік бар. Мен ол есікті көрдім. Ол тек салынған сурет қой. Сен үшін сурет. Үй үшін нағыз есік. Егер жетсең шығасың. Қайда шығамын? Білмеймін. Ешкім айтып беру үшін оралған емес. Серега теңселіп орнынан тұрды. Аяқтары мақта сияқты, салмақсыз болып кетіпті. Төмен қарады. Аяқ басы мөлдірленіп көрінеді. Олардың ар жағынан еден тақтайлары байқалады. Менде қанша уақыт бар? Көп емес. Кемпір сағатқа қарады. Тілдері әлі де 12-ге 15 минут қалғанын көрсетіпті. Сағат түскі 12 болғанда сен жоқ боласың. Бірақ олар жүріп тұрған жоқ қой. Жүріп тұр. Тек өте баяу. Үй үшін уақыт басқаша ағады. Серега диванға жақындап оны жылжытты да люкті ашты. Төменнен суық пен сол баяғы оғаш, құрғақ, музей иісі аңқыды. Ол шетіне отырып, аяқтарын қараңғылыққа түсірді. Егер оралмасам, деді ол артына бұрылмай, Мұхаға айтшы. Жоқ, айтпа. Ол бәрібір ұмытып кетеді. Ол ұмытып қойған, деп жауап берді кемпір ақырын. Сендер ешқашан болған емессіңдер. Серега төлешеге подвал түсті. Жоғарыдан түскен жарық әлсіз еді, тек алғашқы баспалдақтарға ғана жетеді. Ары қарай түнек. Ол қабырғаларды сипалай отырып, баяу түсіп келе жатты. Баспалдақтар аяқ астында ақырын, мұңлы сықырлайды. Ол топырақ еденге түсіп, жан-жағына қарады. Жәшіктер орнында тұр. Леха жоқ. Бұрышта салынған есіктің сұлбасы көрінеді. Серега оған жақындап алақанын қойды. Қабырға қатты екен. Ол итеріп көрді, ештеңе болмады. Жұдырығымен ұрды. Тек алыстан сезілген тас керең ауырсыну ғана болды. Ашылшы, деп сыбырлады ол, өтінемін. Қабырға үндемеді. Ол маңдайын қабырғаға тіреп көзін жұмды. Шаршау бірден басып қалды, ауыр, жабысқақ шаршау. Осы жерде топырақ еденге жата кетіп, қозғалмауды, мәңгі жата бергісі келді. Жоқ. Ол бойын түзеп, кірпігін айырды. Мен қалмаймын. Мәтінді қаз қалпында, ешбір қысқартусыз және өзгертусіз қазақ тіліне аудардым. Соңғы төлем ол есікке қайта қарап, дәл ортасында тұтқа болуы тиіс жерде топырақтың сәл қарайып тұрғанын байқады. Ол шұңқыр емес, жай ғана дақ еді. Бейне бір-біреу ол жерді әлденеше рет ұстағандай. Серега алақанын солдаққа басты. Ол жылы екен. Есік ашылды. Жай ашыла салған жоқ, жай ғана жоқ болып кетті. Қабырға тұрған жерде тар, аласа, төмен қарай кететін өткел пайда болды. Серега еңкейіп ішіне үңілді. Дәліз ұзын екен. Оның қабырғалары солғын жасылдау жарықпен сәуле шашып тұрды. Жарықтың көзі көрінбейді. Ол барлық жерден және еш жерден шығып тұрғандай еді. Серега ішке адымдады. Дәліз өте тар екен. Иығын қабырғаға тимей жүруге әрең орын жетеді. Олар төледегідей топырақтан емес, басқа бір нәрседен жасалғандай. Тегіс, жылы, бейне бір тірі сияқты. Серега оларды қолымен сипап өтті. Саусақ астындағы беткей тері сияқты дірілдеп кетті. Ол еңкейіп, қадамдарын санап, алға жылжыды. 10, 20, 30. Дәліз бітер емес. Жасылдау жарық жарықтанғанда сөнгенде жоқ, аквариумдағыдай бір қалыпты тұрды. Ешқандай дыбыс жоқ, не қадам жаңғырығы, не тыныс естілмейді. Серега аузын ашып, ауа жұтуға тырысты. Ауа ішке кіреді, бірақ өкпе толмайды, бейне бір ол бостықпен тыныс алып жатқандай. Ол тоқтап қолдарына қарады. Олар мүлдем жоқ болып кеткен екен. Сұлбалары жіңішке сызықтарға айналып бұлдыраған, олардың ар жағынан дәліз қабырғалары көрініп тұрды. Саусақтарын бүгуге тырысты. Олар қозғалады, бірақ сезім жоқ. Бейне бір қол басқа біреудікі сияқты. Толик, деп шақырды ол. Дауысы шағылыспай, керең шықты. Леха. Ешкім жауап бермеді. Серега әрі қарай жүрді.
Дәліз кеңей бастады. Алдымен байқалмады, сосын анық көрінді. Төбесі биіктеп, қабырғалары ажырады. Серега бойын түзеп, жан-жағына қарады. Ол дөңгелек залдың ішінде тұр екен. Едені топырақ, қабырғалары сол баяғы сәуле шашқан күйде. Залдың ортасында сұр дастархан жабылған ұзын ағаш үстел тұрды. Үстел басында адамдар отыр екен. Серега қатып қалды. Онда 10 шақты, бәлкім одан да көп адам болды. Ерлер, әйелдер, қарттар мен жастар, бәрі қолдарын үстел үстіне қойып, қозғалмай отыр. Бастары салбыраған, бейне бір ұйықтап немесе мінәжат етіп отырғандай. «Әй!» деп дауыстады Серега. Ешкім қозғалмады. Ол жақындап барып, жүздеріне үңілді. Бәрі бозарып, бейне бір түсі оңып кеткендей көрінеді. Киімдері ескі. Гимнастеркалар, пиджактар, жамауы бар көйлектер. Біреуі погоны бар әскери киімде, екіншісі жыртық жейде киген, жалаң аяқ. Жаулық тартқан әйелдің жүзі жүдеу, бет сүйегі шығып тұр. Серега жақын тұрған адамның иығынан түртті. Ол еш реакция бермеді. Жейде астындағы терісі қатты, суық, өлі емес, жай ғана тірі емес. Қуыршақ сияқты. «Сендер кімсіңдер?» деп сұрады Серега. «Біз осында қалғандармыз» деп жауап берді бір дауыс. Серега жалт бұрылды. Залдың қарсы бетінде ұзын сұр пальто киген, ұзын бойлы, арық адам тұр екен. Жүзі көрінбейді, тек сұлбасы ғана байқалады. «Сен кімсің?» деп сұрады Серега. «Ешкіммін». Әлгі адам алға адымдады. Жарық оның жүзіне түсті. Серега шегініп кетті. Жүзі боп-бос еді. Майысқанда өшірілгенде емес, жай ғана бос. Көздің, мұрынның, ауыздың орнында манекендікі сияқты теп-тегіс беткей ғана бар. Бұл не жер? Серега қабырғаға қарай шегіне берді. «Үй» деп жауап берді бет бейнесіз адам. Оның жүрегі. Бәрі осы жерден тынады. «Мен тынбаймын, мен шығамын». «Жоқ, сен қазірдің өзінде осындасың. Өзіңе қарашы». Серега төмен қарады. Денесі дерлік жоқ екен. Тек жасылдау жарықта әрең байқалатын жіңішке елес тәріздес сұлба ғана қалыпты. Ол өз бойынан өтіп еденді, қабырғаларды, үстелде отырған адамдарды көріп тұрды. «Жоқ» деп сыбырлады ол. «Бұл өтірік». Шындық, бет бейнесіз адам жақындай түсті. «Сен еріп кеттің. Жақында мүлдем ғайып боласың, сосын олар сияқты үйдің бір бөлшегіне айналасың». Ол отырғандарды нұсқады. «Мен сияқты. Сен де адам болдың ба?» «Баяғыда болғанмын. Мұнда 1918 жылы келдім. Қызылдардан қашып, осында тығыламын деп ойладым. Іске аспады». «Ал олар ше?» Серега үстелге қарай басын изеді. «Әр түрлі. Бірі қашқын, бірі қарақшы, бірі жай ғана адасып кеткен. Бәрі бірдеңе іздеп келді, бірақ ешкім ештеңе таппады». Серега үстелге жақындап, оны айнала жүрді. Отырғандардың жүздері әр түрлі болғанымен, бәрінде бір ғана бейне бар. Бостық. Бейне бір олардың ішіндегі жарықты сөндіріп тастап, тек сыртқы қабығын ғана қалдырғандай. «Олар неге отыр?» деп сұрады ол. «Нені күтеді? Соңын немесе басын?» «Мұнда бұл екеуі бір нәрсе». Серега үстелдің шетіне тоқтады. Отырғандардың бірі басын көтерді. Баяу, тат басқан механизм сияқты сықырлап барып көтерілді. Бұл ақ мұртты, әскери киімдегі қарт екен. Көздері ашылды, бірақ олар тесік сияқты бос еді. «Жаңадан келген» деп қырылдады қарт. «Отыр». «Отырмаймын». Серега кейін шегінді. Бәрі отырады. Қарт басын қайта түсірді. «Ерте ме, кеш пе?» Серега бет бейнесіз адамға бұрылды. «Шығар жол қайда?» «Шығар жол жоқ». «Өтірік айтасың». Кемпір айтты. «Мұнда есік бар». «Есік бар». Бет бейнесіз адам басын изеді. «Бірақ ол сен ойлаған жерге апармайды». «Қайда апарады?» «Тереңге, одан да тереңге. Ең жүрекке, бәрі аяқталатын жерге». «Маған бәрібір». Серега жұдырығын түйді.
Саусақтары сезілмесе де, ерік жігері әлі бар еді. Әзірге бар. Есікті көрсет. Бет бейнесіз адам бірнеше секунд үнсіз тұрды да, үстелдің артындағы қабырғаны нұсқады. Анау жерде. Серега үстелді айналып өтіп, қабырғаға жақындады. Онда шынымен де көлеңкемен салынғандай әрең байқалатын есік сұлбасы көрінді. Ол алақанын басты. Қабырға жылы, жұмсақ екен. Есік ашылмады. Оны қалай ашады? Деп сұрады ол. Беру керек деп жауап берді бет бейнесіз адам. Нені беру керек? Өзіңде қалған ең соңғы нәрсені. Серега өз қолдарына қарады. Олар мүлдем көрінбейтін халге жетіпті. Тегіс қабырғадағы өз бейнесіне қарады. Жүзі бұлдыраған, бет әлпеті өшірілген. Ол дерлік жоқ болып кеткен екен. Менде ештеңе қалған жоқ, деді ол. Қалды. Бет бейнесіз адам жақындап келіп қасына тұрды. Есімің? Не? Сенің есімің сен қылып тұрған ең соңғы нәрсе. Соны бер, есік ашылады. Серега қатып қалды. Есімі? Ол өзінің аты кім екенін есіне түсіруге тырысты. Серега. Иә, Серега. Бала кезінде Сережа. Төлқұжаты бойынша Сергей Павлович түрмеде косой. Бірақ мұның бәрі тым алыс, бөтен нәрседей, бейне бір басқа адамдардың есімдері сияқты болып көрінді. Егер берсем, деді ол баяу сөйлеп, маған не болады? Ештеңе. Бет бейнесіз адам иығын қиқан еткізді. Сен мүлдем ғайып боласың. Тіпті қабырғаларда да қалмайсың. Жай ғана болудан қаласың. Ал бермесем ше? Олармен бірге үстелге отырасың. Үй құлағанша отырасың, ал ол ешқашан құламайды. Серега көзін жұмды. Ол соңғы күшінің кетіп бара жатқанын сезді. Денесі еріп, ойлары шатасып жатты. Ол мұнда не үшін келгенін, нені іздегенін, кімді жоғалтқанын да ұмыта бастады. Тек кез келген бағамен сыртқа шыққысы келетін бір ғана тілек қалды. Жақсы, деп сыбырлады ол. Мен беремін. Айт, деді бет бейнесіз адам, өз есіміңді дауыстап айтта, беремін де. Серега аузын ашты. Тілі икемге келмейді. Ол тағы да тырысып көрді. Менің атым. Есімі тамағында тұрып қалды. Ол оны есіне түсіре алмады. Ол бір жерде, жақын маңда, жадының шетінде тұрғандай, бірақ қол созым жерде емес. Бейне бір өзің білетін, бірақ айта алмайтын сөз сияқты. Есімде жоқ, деді ол демін шығарып. Демек, сен оны беріп қойдың. Бет бейнесіз адам кейін шегінді. Есік ашық. Серега қабырғаға қарады. Есіктің сұлбасы анық, ұстауға болатындай болып көрінді. Ол итеріп қалды, есік берілді. Оның арғы жағында қап-қара түнек. Абсолютті, өтпес қараңғылық тұрды. Онда не бар? Деп сұрады ол. Білмеймін. Бет бейнесіз адам бұрылып, үстелге қарай кетті. Ешкім оралған емес. Серега қараңғылыққа адымдады. Учаскелік милиция аға лейтенанты Рыжов Студенкидегі үйге қызметтік көлігімен таңғы сағат 10-да келді. Оған жергілікті орманшы хабарласқан болатын. Ауыл шетіндегі ескі үйде бір шикілік бар сияқты деген. 3 күннен бері түтін шықпаған, Груня кемпір сыртқа көрінбеген. Рыжов машинадан түсіп, фуражкасын түзеді. Үй әдеттегідей нық, жинақы тұр, шатырында кіресі бар. Қақпақтары жабық. Тыныштық. Ол есікті қақты, ешкім жауап бермеді. Итеріп еді, есік ашылып кетті. Іште шаң мен балауыздың иісі сезіледі. Рыжов дәлізбен жүріп өтіп, бөлмелерге үңілді. Бос. Не жиһаз, не зат жоқ. Тек қонақ бөлмеде ескі диван мен қабырғада тербелмелі сағат тұр екен. Ол сағатқа жақындап қарады. Тілдері дәл түскі 12-ні көрсетіп тұр. Груня әже, деп дауыстады ол. Осындасыз ба? Тыныштық. Рыжов үйді айналып шығып, 2-ші қабатқа көтерілді. 2 бөлме, екеуі де бос. Ол төмен түсіп, ас үйді, қойманы тексерді, еш жерде ешкім жоқ. Қонақ бөлмеге қайта оралып, диванға отырды. Бірдеңе дұрыс емес еді.
Үй тым тыныш, тым бос, бейне бір оның ішінен өмірді сорып алғандай. Рыжов кетуге ыңғайланып орнынан тұрды да, диван астындағы саңлауды байқап қалды. Еңкейіп ішіне үңілді. Люк. Ол оны ашып төменге фонар жарығын түсірді. Төлеше, подвал, кішкентай екен, ерекше ештеңесі жоқ. Бұрышта 3 жәшік тұр. Ол төмен түсіп, жәшіктерге жақындады да біреуін ашты. Бос. Екіншісі де солай. Үшіншісінде шегелер мен ескі құсқы шүберектер. Рыжов бойын түзеп, төлені көзімен шолып шықты. Бұрыштағы қабырғада бірдеңе салынған екен. Ол жақындап мұқият қарады. Көмірмен салынған есік, баланың ісіндей қисық-қисық. Ол мысқылдап жымиып, суретті ұстайын деп қолын соза берді де, қатып қалды. Қабырға түбіндегі еденде былғары бауы бар қол сағаты жатыр екен. Рыжов оны көтеріп алып, циферблатына қарады. Тілдері дәл түскі 12-ні көрсетіп тұрды. Ол сағатты қалтасына салып, жоғары көтерілді де, люкті жауып, үйден шықты. Табалдырықта артына бұрылып, терезелерге қарады. Оған солай көрінді ме, әлде терезелердің бірінен бір көлеңке жылт ете қалды ма? Рыжов біраз тұрып, құлақ түрді. Жел жоқ, жапырақтар сыбдырламайды, айнала тас керең тыныштық. Ол газикке отырып, моторын оталдырды. Кейін қайтып келе жатып, рапортқа не жазатынын ойлады. Аксенова Аграфена Тимофеевна азаматша 1885 жылы туған, тұрғылықты жері Студенки ауылы. Тоқтаңызшы, 1885 жыл. Бұл дегеніңіз? Рыжов кілт тежегішті басып, қалтасынан қойын дәптерін шығарды да, тездетіп есептеді. Егер солай болса, Груня әже 90-да, тіпті 100-ге таяп қалған. Бірақ ол оны жазда, сайлауға шақырту әкелгенде көрген еді ғой. Ол 70-тегі адам сияқты көрінген, одан артық емес. Рыжов артқы көрініс айнасына қарады. Үй алыста, кіп-кішкентай, сұрғылт болып көрінеді. Шатырындағы крес аспан астында қарайып тұр. Ол газикті кері бұрып, қайтадан үйге қарай жүрді. Жетіп келіп, көліктен түсті. Тағы да есікті қақты. Есік ашылмады. Итеріп еді, жабық. Рыжов үйді айналып шығып, қақпақтарды ашпақ болды. Берілмеді. Саңлаудан ішке үңілді. Іші қараңғы. Ол тағы 1 минут тұрды да көлігіне оралды. Қалтасында біреудің сағаты сыңғыр ете қалды. Рыжов оны шығарып, уақытты қарағысы келіп еді, қолынан түсіріп алды. Сағат шөптің арасына түсіп, әйнегі шытынап кетті. Тілдері түскі 12-де тоқтап қалыпты. Рыжов оны көтеріп алып, қайтадан қалтасына салды да, газигін оталдырып кетіп қалды. Бұл үйге ол екінші қайтып оралған жоқ. Рапортында былай деп жазды. Азаматша Аксенова тұрғылықты жерінде табылмады. Күш көрсетіп өлтіру белгілері жоқ. Туыстарына көшіп кеткен болуы мүмкін. Іс 1 айдан соң жабылды. Үй тағы 30 жыл тұрды. Сосын өртеніп кетті ме, әлде құлап қалды ма, ешкім нақты білмейді. Орнын арамшөп басып кетті, бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша, егер ол жерге іңірде барсаң, бәсең, алыстан шыққан дауыстарды естуге болады. Бейне біреу шақырып жатқандай немесе қоштасып жатқандай. Ешкім барып тексерген жоқ.